Қазақ тілі пәні 4-ші сынып, сабақтың тақырыбы. Біздің жобамыз тест тапсырмаларының түрлері. Бүгінгі сабағымызды келесі өлең жолдарымен бастайық. Қонақ күту салтымыз, оқып біліп жатырмыз. Келген қонақ сіздерге сәлем бердік жалпымыз. Қазақ тілі бал тілім, өзің барда шалқыдым, тілімнен нәр табамын, тіліме кім тағармын. Бүгінгі сабақта біз тест тапсырмаларын орындап, тест тапсырмаларымен танысамыз. Тест дегеніміз не? Тест ағылшын тілі сөзі екен. Сынақ, байқау дегенді білдіреді. Ең алғаш тест тапсырмаларын 1864 жылы ағылшын педагогы Филлер қолданған екен. Тест тапсырмаларының түрлері төмендегідей. Баламалы, яғни альтернативті тапсырмалар, толықтыру тесті, яғни еске түсіру тапсырмалары, сәйкестендіру тесті, бұл жерде сәйкестендіру тапсырмалары болады, және дұрыс жауабын таңдау тапсырмалары. Орындап көр. Келесі тапсырмаларды мұқият тыңдап орында. Бірінші. Алақай, қандай, тамаша, жасасын сөздерінің барлығы лепті сөйлем құрауға қатыса ала ма? Өзіңді тексер. Яғни бұл сөздердің барлығы лепті сөйлем құрауға қатыса алады. Екінші. Өлеңнен тұрлаулы мүшелерді тауып, тиісті жеріне сызықша қой. Отан туған үйіміз, отан туған жеріміз, отан ортақ үйіміз, көңілді әнмен күйіміз. Өзіңді тексер. Үшінші. Бағанның сол жағы мен оң жағын сәйкестендір. Бұл сәйкестендіру тапсырмалары. Өзіңді тексер. Төртінші. Сөйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Өзіңді тексер. Сөйлем айтылу мақсатына қарай 3-ке бөлінеді. Хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем. Тест тапсырмаларын дұрыс орындады деп ойлаймын. Бүгінгі сабаққа кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақта нені жақсы түсіндің? Және не саған түсініксіз болды? Және қандай сұрақтарың бар? Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.